Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай қазіргі кезде трендта болып жатқан айналарды қолжетімді бағада үй жағдайында жасап алуға болады. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, осы видеоны соңына шейін тамашалап, үйіңіздің сәнін ашатын трендтағы айнаны жасап алыңыз. Қажетті материалдар 3 түрлі ұзындықтағы шпажкалар, картон қағаз және дөңгелек пішінді айна керек. Сіздер бір ұзындықтағы шпажканы алуыңызға болады. Оларды кесіп орташа кішкентай етіп ұзындықта өлшеп алып дайындап қоюға болады. Мен бұл жерде 3 түрлі ұзындықтағы готовый шпажкаларды қолданып жатырмын. Енді осылай картон қағазды айнаның көлеміндей дөңгелектеп қиып аламыз. Содан соң дәл центрін ортасын тауып маркердің немесе карандаштың көмегімен осылай өлшеп сызып аламыз. Біздің жұмысымыз сапалы, түзеу, әдемі шығу үшін осылай сызып аламыз. Бұл жерде мен картон қағазға қара маркермен осылай сызып қойдым. Сол қара маркердің сызылған жеріне ұзын шпажкаларды жапсырып шығамын. Рет-ретімен клейдің көмегімен жақсылап дұрыстап жапсырамыз. Бұл жерде мен 32 штук ұзын шпажкаларды қолдандым. Құрметті көрермендер, менің каналымда тағы да басқа қолөнер бұйымдарының мастер-класстары толып тұр. Қарайым десеңіздер, менің каналыма тіркеліп, видеоларымды тамашаласаңыздар болады. Міне біздер үлкен көлемдегі ұзындықтағы шпажкаларымызды жапсырдық. Мұқияттап жапсырдық. Енді мына жерде мен қарасаңыздар, қызыл түсті карандашпен сызып қойғанмын. Сол жерге, соның бойына мен орташа ұзындықтағы шпажкаларды жапсырамын. Бұл жерде мен 32 штук орташа ұзындықтағы шпажкаларды қолдандым. Және де менің каналымда мектеп жасына дейінгі, мектеп жасындағы балаларға арналған түрлі дидактикалық ойындар, логикалық ойындардың жасалу жолдарын көре аласыздар. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, тегін мастер-класстарды қарасаңыздар болады. Мінекей қарасаңыздар, ұзын орташа ұзындықтағы шпажкаларды жапсырып болдық. Енді бізге кішкентай ұзындықтағы шпажкалар керек болады. Осылай араларына рет-ретімен салып шығамыз бір-бірден. Сонда мен бұл жерде кішкентай ұзындықтағы шпажканы 64 штук шпажканы қолдандым. Осылай дәл видеодағыдай рет-ретімен клей арқылы жапсырып шығасыз. Міне көріп тұрғаныңыздай 3 түрлі ұзындықтағы шпажкаларымызды жапсырдық. Өте әдемі болған, қараңыздар. Енді осы екінші жағына екінші дөңгелек картонымызды мұқияттап бір-бірімен беттестіріп жапсырып шығамыз. Енді бұл айна болғандықтан стенаға ілетін боламыз. Сондықтан артына ілгіш жасаймыз. Дәл осылай видеодағыдай жасасаңыздар болады. Мен осылай жасадым. Енді айнамызды клейдің көмегімен жақсылап тұрып, клей жағып, жапсырып шығамыз. Айнамыз осылай да әдемі болып тұр. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түрлі стразлармен, моншақтармен әшекейлесеңіз болады. Бұл жерде менде сары түсті стразы айналдырасына осылай әдемі керемет болып тұрсын деп, осылай клейдің көмегімен жапсырып шығамын.
Міне, айнамыз дайын болды. Трендта хит болып жатқан айнамызды әп-сәтте өз қолымызбен қолжетімді бағада жасап алдық. Өте әдемі болған, маған қатты ұнап тұр. Әлі де сәнділеуге болады, бірақ маған осылай қарапайым минимализм стилінде ұнап тұр. Міне мен уже стенаға іліп қойдым. Өте керемет сән беріп тұр. Ал құрметті көрермендер, видеоның соңына шейін тамашаласаңыздар, үй жағдайында қолжетімді бағада осындай трендтағы айналарды жасап көріңіздер. Шынымен де үйіңіздің сәнін ашып тұрады, өте әдемі болып тұрады. Келген кірген кісі таң қалатын болады. Сондықтан да жасап көріңіздер. Сау болыңыздар. Реакция күтемін сіздерден.